Армысыздар. Бүгін мен сіздерге жүректегі мұз телехикаясының 53-ші бөлімінің эпизодтарымен таныстыратын боламын. 53-ші бөлімде Боньямин Азаттың соңынан еріп іздеуге жұмыстарын бастап кетеді. Іздеуге адамдармен келген Боньямин Азаттың қаяқта тығылып отқанын тауып алып, Азатты шығармақшы болады. Азат ерегісіп есіктен ашпай Боньяминнен кетуін сұрайды. Боньямин қарсыласып кетпейді, яғни ол Жиханның бұйрығымен келіп тұрғаны анық еді. Азатты алып кетпекші болған Боньямин қарсыласқан Азатпен сөзге келіп қалады. Сөзге келу барысында Азат Боньяминнің бір адамын атып түсіреді. Артынан Азатты қуып келатқан адам екеуі пистолетке таласып жатқан кезде Азатқа оқ тиеді. Оқ тигеннен кейін Боньямин адамдарымен Азатты құшақтап алып кетеді. Тахсин мен Сумру екеуі бір-бірімен жағажайда кездесіп әңгімелесіпекші болады. Тахсин өзінің сүйетінін және өмірінің соңына дейін осы Сумруды сүйіп өтетінін, Сумру бірақ Тахсиннен уақыт беруін сұрайды. Мына соттың аман-есен өткенін сұрайды. Яғни толықтай ажырасып Тахсиннің бір келетінін айтады. Тахсин болашағына уайымдамайғанын айтады. Эсма Азатты уайымдап Азатқа қайта-қайта хабарлама жазады, бірақ хабарламаға жауап бермейді. Жихан ашумен үйге келеді. Жананға Азаттың барлық киімдерін жинап, есіктің алдына шығаруды бұйырады. Оны естіген Эсма Азатқа хабарламаспақшы болады, бірақ Азат хабарласқанына жауап бере алмайды. Жанан екінші этаждан барлық киімдерін алып Азаттың төменге түседі. Оны көрген нағашы әжесі ашуға булығып, Жиханның істегеніне ашуланады. Яғни Жананға ұрсып тастайды, не себепті чемоданды төменге түсіргенін. Уайыммен ол Азаттың әкесіне звондайды. Боньямин барлық адамдарымен жабылып Азатты көлікке отырғызбақшы болады. Азат қарсыласып әрең отырады. Боньямин бірден Жиханға хабарласады. Жиханға звондап, оқ тигенін, қасындағы адамның жараланып, оны жедел жәрдеммен больницаға жібергенін айтады. Оны естіген Жихан ашуға одан сайын булығады. Азатты бірден үйге алып келуін сұрайды. Нағашы әжесі Азаттың әкесіне хабарласып, Жиханның жасап жатқанын айтады. Үйден қуып жүрмекші, Азатты үйден қуып жүрмекші екенін айтады. Бірақ оның не істейтінін, қалай шешім қабылдайтынын әкесі өзі білетінін айтып, нағашы әжесіне сөйлеп тастайды. Үйге барғанда Азаттың барлық жағдайы болмайтынын, яғни Жиханның өлтіретінін біліп отырады. Бірақ Азат одан қорқып отқаны шамалы. Боньяминді қорқытып, ендігі жұмысым сенімен болсын деп, Азат ашуланады. Жихан үйіне келгенде екеуі сөзге келіп, біраз әуреге салады. Жихан Азатты үйінен қуып жеріп, бәрі билікті өзінің қолына алмақшы болады. Бірақ әжесі бұған қарсыласады. Сөйтіп Азаттың қолын шешіп, нағашы әжесі отырады. Жихан күнделікті жағдайын бәрін баяндап, мелекті алып қашқан Азат екен барлығына айтады. Бірақ оған мән беріп жатқан ешкім жоқ. Ашуланған Жихан екеуі сөзге келіп, сенің бауырың ғой, неге сонша оны алып қаштың, неге қинадың деп мелектің сөзін сөйлейді. Азат бірақ оның бауыр емес екенін айтады және жәлеп деп қорлайды. Сол кезде ашуланған Жихан атып жібермекші болады. Азат одан қорқып тұрған жоқ. Ат енді мені деп, одан сайын Жиханға елереді. Оны көрген әкесі ашуланып, не болып жатқанын түсіндіріп айтыңдар деп ашуланады. Не себепті Жихан Азатты өйтіп қорламақшы болғанын айтады. Жихан барлық жайтты айтып бергенімен әкесі оны тыңдамайды. Өйткені барлық билікті ол қайта өзіне алып, Азатты жұмысының барысына қоюды көздейді. Азатқа
адам өлтіргенін айтып Буньямин ескертеді, бірақ Азат оны мойындамайды. Джиханды әкесі ашумен үйден қуатынын және де енді келмеуін талап етеді. Бұл үйде жалғыз Азатпен ғана қалатынын айтады. Азатпен нағашы әжесі айтқан сөздеріне таңқалып отырады. Джихан үн-түнсіз бетіне қарап тұрады. Онда сенің шешеңме қарсы келмеймін деп бөлмесіне қарай кетіп қалады. Бөлмесіне барлық заттарын жинап чемоданына салады. Чемоданына салып жатқан кезде ішінде бір сағыныш тұрғандай, ішінде бір қимастық тұрғандай сезімде болады. Барлық чемоданын алып төменге түсіп, машинасына салып, өзінің үйіне кетпекші болады. Және де үйінің сыртына ұзақ уақыт қарап тұрады. Қаншама естеліктер, қаншама қызықты сәттерін есіне алып тұрады. Азат Буньяминді қорқытып тұрады. Ендігі жерде қорық, мен сені өлтіремін деп қорқытады. Барлығының көзінше. Нағашы әжесі үндемей, нағашы әжесі күйеу баласына риза болып тұрады. Азат Буньяминді қорқытпақшы. Енді сенің қожайының мен, Джихан емес. Джиханның бұйрығын орындалған сен. Әкесі қой деп Азатты тоқтатпақшы болады. Азат бірақ түсінікпейді. Жоғарыда Азат қарындасымен әңгімелесіп отырады. Қарындасына ренжулі. Өйткені неге айтқанын, қайықта қалғанын, қайықта тұрғанын барлығын айтып берген қарындасы болып шығады. Джихан үйіне келіп, чемодандарын, заттарын орналастырады. Орналастырып отырғанда ол ұзақ ойланып, хат жазып, бұл елден кетпекші болады. Севилай мен Нұх екеуі далада әңгіме айтып отырады. Нұх қарындасының қиналып жүргенін, ішкі жан дүниесінің қиналып жүргенін, егізімнің ауыртпалығын сеземін. Бұның жүкті болып қалғанына мен сене алмай отырмын деп өз-өзіне ренжиді. Севилай уайымдама, барлығы жақсы болады. Джихан жақсы, жалпы жақсы адам. Ол шансалардың әулетінен болғаннан кейін деп Нұх оны жақтырмайды. Мелек Джиханды сағынады. Тахсин мен Сумру сотқа келеді. Бүгін ажырасу сотының соңғы отырысы. Сумрудың бұрынғы күйеуі оған ешқандай мүлік, ешқандай зат қалдырмайтынын, көлікке дейін барлығын алып қалатынын адвокатына айтып түсіндіреді. Джихан таң атысымен Эсмаға келеді. Түнімен жазған хатын беріп, Эсмаға болашақта туылатын балама қарап қой. Оның қалай жүргенін, қалай сөйлегенін, алғашқы күлгенін, барлығын айтып отыруын сұрайды. Болашақта баласының қасында бола алмайтынын білген Джихан барлық қол ұшын беретін Эсманың өтініп сұрайды. Және де Эсмадан осы уақытқа дейінгі жасағанына кешірім сұрайды. Эсма да Джиханнан кешірім сұрайды. Екеуі құшақтасып